Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстан Республикасының рәміздері синоним. Мағыналары бір-біріне жақын, бірақ әртүрлі дыбысталып айтылатын сөздер тобы синонимдер деп аталады. Мысалы, алыс, қашық, жырақ, шалғай, қысқа, келте, шолақ. Асығыс, жылдам, шапшаң, тез, әдемі, көркем, сұлу, ажарлы, өңді, келбетті. Дәптерлеріңізді ашып, бүгінгі күннің жадын жазып, ережені берілген және тапсырмаларды орындап отырамыз. Кім тапқыр? Төмендегі сөздердің синонимдерін табасыңдар. Ұстаз, адам, ер бала, қарт, нәресте, тамақ, қуану, өкіну. Ұстаз сөзінің қандай синонимдері бар? Оқытушы, мұғалім. Міне балалар, осы тапсырманы дәптерлеріңізге орындайсыңдар. Бүгінгі сабағымыздың лексикалық тақырыбы Қазақстан Республикасының рәміздері. Жаңа сөздермен таныстырамын. Мәртебелі күн, почетный день, ту, флаг, елтаңба, герб, әнұран, гимн, рәміздер, символы, қыран, орел. Мәтінді оқимын. Сіздерде менімен бірге қосылып оқып отырыңдар. 1992 жылғы маусым айының 4-ші жұлдызы Қазақстан Республикасы тарихындағы ерекше мәртебелі күн. Бұл күн еліміздің мемлекеттік рәміздері туы, елтаңбасы, әнұраны дүниеге келген күн ретінде мәңгі есте қалады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы, ортасында шұғылалы күн, оның астында қалықтап шыққан қыран бейнеленген тікбұрышты көгілдір түсті мата. Тудың біркелкі түсі еркіндік идеясын білдірумен қатар, әрқашанда бейбітшіліктің белгісін еске салады. Ал дала бүркіті дарқандық пен қырағылық биіктік белгісі. Тудың авторы суретші Шәкен Ниязбеков. Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасының негізіне шаңырақ алынған. Ол елтаңбаның жүрегі іспеттес. Шаңырақ мемлекеттің түп негізі, отбасының бейнесі. Қанатты бірақ болашаққа үміт артар, жас ұрпақтың арманы самғау биігі. Елтаңба төбесінде 5 бұрышты жұлдыз бар. Әрбір адамның жол нұсқайтын жарық жұлдызы бар. Елтаңбаның төменгі жағында Қазақстан деген жазу бар. Елтаңбаның авторы Жандарбек Мәлбеков пен Шота Уәлихан. Әнұран асыл қазына. Ол халықтың жүрегінің дүпілін тұмар қып түйген музыкалық сәлем хат іспеттес. Әнұранымыздың авторлары Жұмекен Нәжмеденов және Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Сазын жазған Шәмші Қалдаяқов. Енді балалар тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші тапсырма. Мәтінді оқып шықтық. Енді аударасыңдар сөздің көмегімен. Екінші тапсырма. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар дайындайсыңдар. Үшінші тапсырма. Төмендегі сөздермен сөйлем құрастырасыңдар. Елтаңба, ту, әнұран, шаңырақ. Бірінші жаттығу. Синонимдік қатарды жалғастырыңыз. Сұлу, ажарлы қыз. Қандай қыз? Міне синонимдерін табамыз. Сұлу, ажарлы, әдемі, көркем, келбетті. Дәптерлерімізге жазамыз.
Екінші жаттығу. Синоним сөздерді тап. Міне балалар, біздер алдыңғы сабағымызда тұрақты сөз тіркестерін өттік. Міне бұл төменде тұрақты сөз тіркестері берілген. Осы тұрақты сөз тіркестерінің синонимдерін табасыңдар. Қой аузынан шөп алмайды. Момын. Жүрек жалғау. Ауқаттану, тамақтану. Бүгінгі сабағымызды қорытындылап, тест сұрақтарына жауап бересіңдер. Дәптерлеріңізге орындайсыңдар. Үйге берілетін тапсырма балалар. Қазақстан Республикасы рәміздерінің авторлары туралы мәлімет жинақтайсыңдар. Қазақстан Республикасы рәміздері туралы жатқа айтасыңдар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.